Құрметті халайық, мен бүгін сіздерге медиация деген нәрсені түсіндіргім келіп отыр. Медиация деген екі тарапты келістіріп бір шешімге келтіретін, яғни шешімін тауып беретін маман, проблеманы шешіп беретін да. Мысалы келтірейік, сіз сотқа баратын болсаңыз, яғни басыңызда бір жағдай түсті, сізге біреу қарыз дейік, сотқа баратын болсаңыз, сізді сот қараймын дегенше біраз уақыт өтіп кетеді. Одан кейін оған сотқа ақша қанша шығындаласыз, үшіншіден қанша нервіңіз тозады. Ал медиаторға жүгінетін болсаңыз, медиатор екі тарапты да келістіре отырып, проблемаларын бір күнде немесе 2 сағаттың ішінде шығынсыз, артық шығынсыз, яғни ол жерде тек қана медиатордың ғана ақысын төлейсіз. Сол артық шығынсыз сізге проблемаңызды тез шешіп береді. Яғни нервтен де мысалы эконом жасайсыз, үлкен қаржыдан да, және ең плюсы уақыттан.